Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен осындай басқа тағатында бірге тоқитын боламын. Өте сәнді, ерекше, басқа ыңғайлы, өте жұмсақ. Бастаймыз осылай. Шеңбер жасаймыз. Шеңбер жасаймыз. Жұмыс жібімізді шығарамыз. Енді 6 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осы шеңбердің ішіне 6 столбик без накида. Енді қысқа жіпті тартамыз. Осылай қысқа жіпімізді тартып жинаймыз. Бірінші петлямен біріктіреміз. Осы жерге бірінші петляның жанында өзі кішкентай петля бар, сол жерге біріктіресіздер. Біріктіргенде осылай жұмыс жібін шығарып аламыз. Дәл осылай шығаратын боламыз. Міне, бізде осылай болды. Енді бір столбик көтереміз. Біз басында ғана осылай жасаймыз, ал қалған қатарларда біткен кезде соңында бір столбик көтермейміз. 6-6 айналып шеңбер қылып тоқитын боламыз. Дәл осы жерде бір столбик көтердім. Енді 1 деп мына жерден бастап санаймыз. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді алып тастаймыз. Дәл сол жерден бірінші петлядан қоспайсыздар. Біріктірмейміз, тоқып кетеміз. Біріктірмейміз. Біріктірмейтін боламыз. 1, көрдіңіздер ғой? 2, көрсетеміз сіздерге. 2, 3, 4, 4, 5, 6. Қайтадан 1, 2, 3, 4, 5,
5 6. Өте оңай. Қысқа жібімізді кесіп тастайық. Енді барлық шеңберімізде 6 жіп бар. Сол 6 жіпті тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жіп. Ол бізде осылай болады. Осылай кіреді. Осылай полный тоқитын боламыз. 6 жіпті айналдырып тоқисыздар. Шеңбер жасап. Ең бастысы 6 жіп болу керек. Соны шатаспау керек. Бірінші қатарымызда ғана жаңа бір столбик көтердік қой, сол жерде. Солай болады, ал қалған қатарларды бір-бірімен біріктірмейміз қатарларды и столбик артық қоспаймыз. Осы 6-ны айналдырып, осылай столбик без накида тоқи бересіздер. 6 столбик без накида. Қандай өлшемде тоқитын өздеріңіз кигізіп көресіздер. Солай болады. Өте оңай, көп жіп кетпейді және ерекше көрінеді. Так, енді қыздар, мен осылай тоқыдым. Қазір сіздерге кигізіп көрсететін боламын. Мен дәлі біткен жоқпын. Соңғы қатарларын сіздерге қалай болғанын көрсету мақсатында тоқтатып отырмын. Міне, осылай кигізесіздер. Өзі жылжиды, былай қарай кигізіп. Осылай шығады. Енді қалған жері ешқандай жіп қоспаймыз, азайтпаймыз. Сол 6 столбикті айналдырып тоқып келе бересіздер. Қыздар, мен аяқтадым. Енді осылай кигізіп алып, аузын біріктіріп тастаңыздар. Осылай. Осылай аяқтадым. Енді жібімізді кеп тастаймыз. Қалған жібімізді осылай арасына жасырып жіберейік. Ішкі жағынан жасырайық. Енді қазір біз осына гүлдермен сәндейтін боламыз. Гүлдеріміз түрлі түсті жіптен болса да болады. Қыздар, мен бүгінгі жұмысымды осылай сәндедім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқа дүниелермен сәндесеңіздер болады. Ине жіппен осылай тігіп қоясыздар. Ортасына ақ моншақ тігеміз.